Қадірменді тыңдарман, бүгінгі видеомызда ұлы абайдың шәкірті һәм бауыры, Алаштың көзі, адамзатқа ар ілімін жеткізген Шәкәрім Құдайбердіұлының терең тәрбиелік мәні бар ұлағатты сөздерімен бөлісетін боламыз. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Егер адам қасындағы кісінің жүрегіндегісін көре алса, оған жаны қатты ашитын еді. Ішкі таразының әділдігіне көзі жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екенін терең түсінер еді. Іштарлық, қызғаныш, көрсек зарлыққа ұрынбас еді. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп, дауысы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адамның көбі жауабыңды күтеді. Ұстамдылық пен көркем мінез таныт, өткізіп жібер, құдық түпсіз екен деп ойласын. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпағаның дұрыс. Дана ғұламаларымыздың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін, ал өтірік айтқан болсаң, Алла сені кешірсін. Маған кейде бір адам бір мәселе жайлы айтады. Мен оны ол тумастан бұрын естіп қойсам да, оған құлақ саламын. Кейде бірінші рет естіп тұрғандай күй көрсетемін. Өзің онсыз да жақсы білетін нәрсе жайлы біреу әңгімелеп жатса, оның сөзін бөлмей, білетініңді білдіріп, жүрегін жараламай, көңіл бөліп, құлақ салуың мінез құлықтың аса көркемдігіне жатады. Адамдар саған таң қалып жатса, оған масаттанып мақтанба. Себебі олар сенің Алла жарыққа шығарған жақсы жақтарыңды ғана көріп жатыр. Олар сенің Алла жасырған жаман жақтарыңнан хабарсыз болғанына шүкір де. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, онда ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Дұрыс нәрсені тез танып, жүрекпен түсініп, шынайы жанашырлықпен айтпасаң, ісің бекер. Адамдар сенің сыртыңа қарайды. Жаратушың ішіңмен жан дүниеңмен бағалайды. Пенделер үшін сыртыңды ғана әдемілеумен әуре боп, ішкі әлеміңді ұмыт қалдырып ластап алма. Көздер ұмытпасын десең, әдемі киін, көңілдер ұмытпасын десең, көркем мінезді бол. Адамдардың біразы сенің өміріңді бір нәрсе үйрену үшін бақылайтын болса, басқа бір бөлігі қателіктеріңді теру үшін аңдиды. Екі топта саған таң, бірі махаббатпен, екіншісі іштарлықпен. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше, деген екен Шәкәрім атамыз.